Баршаңызға қайырлы күн. Қазір кезде хит болып жатқан шашлык самса дайындаймыз. Маралмен бірге болыңыздар. Алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға сүтімізді құямыз, оған тұз саламыз және де бір жұмыртқаны жарып, араластырып, сонан соң осы сүтімізге қосамыз. Барлығын тағы араластырамыз және електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның бетін пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымызға енді ұн себе отырып, оқтайдың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды жұқалап жайып шыққан соң 82% сары майымызды ерітіп, осылай кисточкамен жағып шығамыз. Бұл жерде сапалы сары май пайдалану маңызды, және сары майымызды міндетті түрде суытып, сонан кейін барып жаққанымыз дұрыс. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсарып, бұлжырап кетпейді. Сары майымызды барлық шетіне жағып шыққан соң, пышақпен шет-шетінен кесеміз және де видеодағыдай 4 бұрыштап ораймыз. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке 20-30 минутқа салып қоямыз. Ал біз салмасын дайындауға кірісеміз. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды салып, дәміне қарап тұз, қара бұрыш және де зирамызды қолымызбен үгіте отырып қосып, барлығын араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Холодильникте тұрған қамырымызды шығарамыз және ұн себе отырып, сол күйінде жаямыз. Қалған майымызды жағамыз және де осылай дәл видеодағыдай ораймыз. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке тағы да 15-20 минутқа сала тұрамыз. Қамырымызды оқтаймен жұқалап 4 бұрыштап жаямыз. Жайылған қамырымызды 4 бұрыштап кесеміз. Қамырымыздың ортасына салмамыздан саламыз және де қолымызбен осылай шет-шетін қыстырып, сонан соң дөңгелектеп ораймыз. Әр оралған дөңгелекшемізді таяқшаға кіргіземіз. Сол кезде осында әдемі болып шығады. Бетінен бір жұмыртқамызды жарып, осылай жағып шығамыз. Және де күнжуттан сепсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 25-30 минут пісіріп аламыз. Достар, біздің өте дәмді қатпарлы шашлык самсамыз дайын болды. Кез келген дастарханның көркін ашатыны сөзсіз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.